Балам каша жейші? Қойшы жемеймін. Әй, жейші дейм. Қойшы. И садиктегі каша, үйдегі каша, жемеймін каша. Балам, сен білесің ба? Біздің батыр бабаларымыз бар ғой, кашаға тойып алып, жоға шапқан ғой. Өтірік айтпайын. Өй, не өтіргің? Кім айтты қаша жеп жоға шапқанды? Өтірік болмаса, онда өзің жегіз балаға. Сен мал, шықшы. Біз еркекше сөйлесуге келгенбіз. Сен бала бар ғой, на кашаны жемей, кухнядан шықпайсың, естің ба? Садикте жемейді, үйде жемейді. Аз тоз бөлетін бол, соңғызған керек сияқты бәрі. Балам, шешеңе сенбей қойын. Кім айтты каша жеп жауға шабады деп? Сол өтірік қол? Өтірік қол. Жемей қойсам болады ғой, каша. Жоқ, жейсің ғой. Бұның да пайдасы бар. Айтайын ба? Кашаны көп жесең бар ғой. Әшеуің деу бала. Рас па? Онда жеймін. Бер әкелі. Не болды? Сен жейсің кашаны. Немеге мен жеймін? Өзің неге бала күніңде каша жемегенсің? Ой, сен де айтады екенсің. Бала кезінде каша деген болған жоқ біздің. Оның үсті поздно, немеге жеймін енді? Ешқандай да кеш емес. Жейсің. Жейсің. Сен балаң көзінде де жемейсің оны? Адам көзінде Жей. жеймін.